саламатсыздар ма, құрметті Дмитрий Иванович Менделеев атындағы мектеп лицейінің ұстаздары мен оқушылары. Біз бүгін сіздерге біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында мектептегі қоңырау кезін, яғни үзіліс кезін қалай тиімді пайдалану керектігін көрсететін боламыз. Ал ол үшін біз қазақтың ұлттық ойыны, асық ату ойынын көрсетеміз. Зейін қойып көрейік. Ал тұтас бастайық. Не істейміз доқтас, айтамыз. Асықтарды шеңбердің ішіне құйып қоямыз. Сосын асықтың ішінде қандай асық болады? Ең үлкен сойқан деп аталатын асық болады. Сосын не істейміз ойынның шарты бойынша? Шеңберден 3 қадам алдыға жүреді екенбіз. Сосын үлкен сойқанмен тартамыз. Қанша асықты шеңберден шығарады? Асықты шеңберден шығарады. Сол жеңімпаз болады. Ал бастайық.